Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Қалдарыңыз Айнұр Артықбайқызы пітір садақа жайында көп сұрақтар келіп жатыр екен. Биыл 2024-те 640 теңгеден бекітілген екен. Пітір садақа. Пітір садақаны біз Рамазан айында міндетті түрде беруіміз керек. Әр отбасыда, мысалға, бір отбасының ішінде 5 адам, 6 адам, 10 адам болуы мүмкін. Жалпы адам баласына 640 теңгеден одан көп қылып берсеңіздер де болады. Ол садақа ретінде. Және де садақаны кімдерге беруге болады? Мешіттерге барып берсеңіздер болады. Және де өздеріңіздің көріп жүрген, біліп жүрген, танып жүрген, көздеріңіз жеткен, қазір қатты ауыр сырқат адамдарға, немесе бір операцияға керек болып жатыр, немесе бір үйге керек болып жатыр деген сияқты. Жалпы адам баласына бір жақсылыққа, бір көтеріліп кетуіне кішкене демеу болуына себепкер боласыз да. Қазір енді өкінішке орай мошенниктер өте көп. Мен өзі блогер болғаннан кейін мошенниктердің түр-түрі күніге жазады. Жаңағы біреуге сбор ашып жатырмыз деп сондай видеолар келеді. Бірақ бір-екеуін істеп көрген кезімде мен өтірік екеніне көзім жетті. Содан кейін қазір мошенниктер өте көп. Сбор дегенге де сіздер көздеріңізді жеткізіңіздер. Рас па, ол өтірік па, немесе жаңа мешіттерге апарып берсеңіздер болады, немесе даже көршілеріңіз, нан таппай отырған көршілеріңіз болады. 5-6 балашасы бар, мысалға, жұмыс істемейді, мысалға, күйеуі жұмыс істемейді, или бір ауырып қалған, или әйелі жұмыс істемейді, болады ғой сондай, бір жағдайы нашар адамдарға барып берсеңіздер болады. Содан кейін 640 теңгеден де көбірек берсеңіздер өз еркілеріңіз. Не орлым көп, соғырлым, ертең алдарыңыздан шығады қиямет күні. Және де садақа жайында тек қана Рамазан айында ғана емес, садақаны үнемі біз беріп тұрғанымыз өзімізге жақсы болады. Жалпы садақа білесіздер, келе жатқан бәле жаладан құтқарып қалады дейді. Бір Алла біледі бізге алдымызда не келе жатқан, бір Алла біледі, басқа ешкім білмейді. Сондықтан мұсылман адам үнемі садақаларын беріп жүру керек. Зекет берген өте керемет. Енді бұл Рамазан айында пітір садақа адам баласына 640 теңге деген ол қиын емес. Қазір одан да көп берсеңіздер болады. Және де сахабалардың кезінде садақаны прям көздерін жұмып тұрып өздері нансыз қалса да бала-шағасына берген ғой соның барлығын. Өйткені ертең қияметте алдарынан шығатынын білген. Сондықтан садақаға берген кезде беріп алып қайттан міндетсіні олай істеуге болмайды да, негізі мұсылман адам.